Миды ашпаймын ғой, музыканы қосып қалып, тоқтап қалды. Кеше Қарағандыда өйстіп бір-екі рет істегенбіз, аппараттар күйіп кетті ана жерде. Директор соңымнан жүгіріп жүр, аппарат не істейміз, бұзылып қалған жоқ па деп. Мен не істеймін, жөндеп аласың деп. Қалжыңдап отырмын. Өткенде бір досым айтады, класстасым ғой, Дәурен деген. Сол айтады, Қанат, сендердің жұмыстарың рахат я деп қояды. Неге десем, ол айтады, біз азаннан кешке шейін дейді, қара жұмыс істеп жүріп, алатын айлығымыз 60 000 теңге дейді. Сенің рахат, анда-санда сахнаға шығасың, 10 минут әңгіме айтасың, 180 000 айлық аласың деп қояды. Мен шошып кеттім мен. Дәурен дедім, сен менің орныма шығып көрші дедім. Сен сахнаға 10 минут емес, 1 минут тұрып көрші сол жерде. Аузыңа келгенді айттың арада. Не жоқ, қаяқтағы жоқ, ақ жер, көк жер болып, қаяқтағы жоқ, пельмен жайлы айтып кетесің дедім арада. Ойлайды, жеңіл деп ойлайды олар жұмысты біз. Оңаймыз ғой, мысалы, қанша адам отыр мына жерде. Біреуге ұнайсың, біреуге ұнамайсың. Аяқта тұрғанда жүрегің дірілдеп кәдімгідей. Қалай болады екен деп дірілдеп отырасыз. Құрметті көрермендер, мен сіздерге айтайын. Сіздер өте қатал адамсыздар. Неге қатал екендеріңізді айтайын ба? Қазір мен мына жерде тұрып, әдемі әзіл айтып, көңілдеріңізді көтерсем, сіздер маған шапалақ ұрып, аспанға шығарып, жұлдыздың қасына апарып қоясыздар. Қанат, орның осы жер деп. Ұнамай қалдың ба? Жерге шақырып алып, құдықтың ішіне салып, өмірі шықпайтын қылып жібересіздер. Құрметті қатал адамдар, қош келдіңіздер бүгін кешке. Жоқ, уайым енді, мен кішіне керек. Кәдімгі, осы жерде тұрған кезде де қорқып тұрмын да мысалға. Баяғыда мұғалім айтатын еді маған. Айналайындар, сендер көпсіңдер, мен жалғызым деп, дәл сондай болып тұрмын осы кезде мен. Жоқ, маған егер бір мүмкіншілік беріп, қайтадан бастап Қанат басқа мамандық таңда десе, мен айналып келіп сахнаны таңдар едім да. Бірақ бұндай әзіл айтатын әнші емес, мен бүкіл әлем мойындаған классикалық өнерді таңдар едім мен. Мысалы, оркестрдің мен ішінде музыкант болып жүрген қандай керемет. Оркестр, өзіңіз ойлаңызшы өздеріңіз. Сахнада 60 адам тұр. Сен оның ішінде барсың ба, жоқсың ба, іздеп жатқан адам жоқ ана жерде. Оның өзінде ана біреулер баян, біреу домбыра тартады, жоқ, мен өзіме жаныма жақын чуақ деген аспап таңдап бар едім. Рахот, екі қолында екі тұяқ, анда-санда тоқ өткізесің, тұра бересің. Концерт сағат 8-де болады, дөңкультураға келіңдер десе, 8-де келесің, біреу барабанын құшақтап, біреу гитарасын құшақтап, ақ тер, көк тер отқанда сенің шаруаң жоқ, екі тұяғың қалтаңда, сахнаға келесің, шығарасын, тоқ өткізіп тұра бересің болды. Ана тұяғыңды ұмытып кеткенде уайымдамайсың, ойбай, тұяғым қалып қойды қойды. Дәл сондай тастап аласың, тақ тұра бересің. Тұяқ па, тас па сұрап жатқан ешкім жоқ одан сенен. Концерт біткеннен кейін рахат па? Мен саған бәрі келіп жүгіріп келіп ана жерден барабаныма көмектесші, баяныма көмектесші, деп жағдай айтып жүреді. Екі тұяғын саласың, давай, фук кетіп қаласың ана жерден. Болмаса шаңқобыз деген аспаптар жүрер мен. Рахат па, аузың ішіне салып жібересің, бing тұра бересің. Шаңқобыз тартып тұрсың ба, тісің шығып тұрсың ба, ешкім сұрап жатқан жоқ сенен. Ең жеңіл жағын айтып жатырмын мен жұмыстың. Күшті қандай керемет. Сөйтіп жүріп, анау концерт біткеннен кейін рахат қой. Мә саған концерт біткеннен кейін ана тұяқпен бірдеңені қырт саған ұмсап, қайта алға шығып, еңкейіп, гүл берсе жүгіріп барып алып, бермесе жұлып алып, өзіңнен өзің жұлдыз болып жүресің арада. Сөйтіп жүріп, тұяқпен жүріп, алатын айлығың аналармен бірдей. 80 000 алса, сен де 80 000 аласың. Еще бірдеңені қырт саған ұмсап, бір ай демалып келетін десейші. 30-ге шығасың бір ай. Турцияға барасың, кредит аласың сол тұяқтың арқасында. Енді құрметті көрермендер, мен сіздерге айтайын, сен тұяқтар әнші бол, мейлі биші бол, маған сенген сиырдың терісін жамылып шықпайсың сахнаға. Бірақ киелі сахнаның жауапкершілігі өте жоғары. Өткенде біздің адамдар көп сұрап жатады, өнер адамдарына қызығады ғой, қарапайым халықтар, сіздер солар жайлы білгілеріңіз келіп тұрады. Оның өзі үлкен өнер адам үшін жеміс. Сол жайлы білгісі келсе. Көп адамдар ойлайды, мысалы, Тұрсынбек не жейді екен, қалай тұрады, қалай жүреді үйінде. Біреулер сұрайды, ана әнші андай ма екен деп. Мысалы, көбі мені сұрайды екен. Осы Қанаттың әйелі қандай екен деп. Вообще әйелі бар ма оның? Болса адам ба деген сұрақтар қойып жатыр екен. Мен сіздерге айтып берейін, мен келіншегім жайлы айтып берейін. Мен келіншегім өте әдемі. Мен ол кісіні алған кезде мен оңай болған жоқ, ондай әдемі адамды алу. Мен әркімдікі өзіне айы көрінеді, көзіне деп тұрған жоқпын. Әдемі болғасын айтып тұрмын мен. 6 ай жүгіріппін ғой соңынан ана кісіні алу үшін мен. Кісі деп қоямын еще оны. 6 ай жүгірдім соңынан. Мен істемегенім жоқ қой кәдімгі. Бір көргенде кәдімгі ғашық болып қалдым. Ойбай, қасына бардым, қарындас есіміңіз кім деп. Осыдан 6 жыл бұрын ғой, Нұргүл дейді. Ойбай, Нұргүл дегенде аттау болады екен ау деп. Өзімнен өзім жындадан құсап ана жерде. Нұргүл, мен сізге ғашық болып қалдым деп. Қызық екенсіз деп, таксист болып кетіп қалды ана жерде. Содан басып соңынан қалмадым ғой. Мен Нұргүлге барып, ол да аяп кетеді ау деймін мен кей кезде. Нұргүлге барып, Нұргүл, мен сені мәңгі бақытты етемін, маған тұрмысқа шықшы десем, ол айтады, Қанат, ренжімеші, мен саған деген жүрегімде орын жоқ дейді. Мен айтамын, хотя настоящий бар ма деп. Әрі кетсе 60-70 жыл жүремін, содан кейін кетемін жатып қаласың. Мен Нұргүлді түсінуге болады. 6 жыл бұрын. Мен ол кезде студентпін. Нұргүл қарамақты өзім айнаға қарап қорқып жүрген кезім бұл кезде.
Нұргүлге барып, мен сен үшін отқа да суға да түсуге дайынмын десем, отқа түскенімді көріп, енді суға түспейші ба деп қояды. Мазақ қылып жібереді мені. Намыс жоқ қой, сонда да қалмаймын соңынан. Үйге барсам, мамам миым жейді. Ай, сен қашан үйленесің? Біз қашан немерелі боламыз? Қашан келін жұмсаймыз? Тез шаңырақ көтерсей балам-ау деп. Мамаға айтам, мама, мен өзім сүйген қызым бар, соған қосылайын, шамалы шыдаңыз деп. Мама тұрып ашуланып папаға айтады, әкесі емессің ба, айтсай анаған деп. Ол папам айтады, мен әйелім бар, маған бәрібір деп қояды. Енді өзім сүйгеніне қосылсын деп тұрған ғой кісі енді. Енді мен сіздерге айтайын, мен енді ол өлең оқыдым ғой алдында отырып. Не деген масқара бұл енді. Ата бабамның істемеген істедім ғой. Бүйтіп бардым да Нұргүлге айттым, тыңдашы дедім мен. Бірдеңе айтайын деп жатырмын. Неғып отырсың дейді, өлең оқимын саған. Маған қарап айтпайсың мен. Ой, кешір. Тыңдашы дедім. 40 градус ыстық далада. Қызылордада. Еще қара костюм шалбар киіп алғам. Жанарында жас түлектің жалындан бар. Жас талапкер сөзіме көңіл аудар. Баяқша күтпейді мектеп сені. Баяқша соғылмайды қоңыраулар. Абырай Алтынсарин. Осы өлеңді оққан кезде ол да мен де осы уақытқа шейін әлі түсінбейміз. Неге айттың дейді, білмеймін, енді бір өлең оқу керек болды әйтеуір саған деп. Көптеген қыздар айтады, мен ауылдың қызы, қаланың қызы деп тұрған жоқ, барлық қыздар айтады, ауылдың жігіттеріне қарағанда қаланың жігіттері романтик дейді. Әңгіме жоқ, мен келсем, қаланың жігіттері романтик. Олардың мүмкіншілігі көп өйткені. Кафеге апаруға қызды киноға апарып таңғалдыруға, ресторанға апаруға, клубқа апаруға таңғалдырады. Өйткені олардың мүмкіншілігі көп. Ауылда қайға апарасың, қораға апарасың, біз қайға апарасың мысалға. Ресторанда, кафеде сол жер ғой енді мысалға. Мен Нұргүлге айттым, ол да ауылдың қызы, біздің Қызылордадан бір 50 километр жерде тұрады. Нұргүлге звондадым, үй жағына бардым. Таңғалдым, романтик болғым келді мен енді. Нұргүл дедім, 10 минуттан кейін қораңа келші дедім. Ха, өзің жаңа мал құрасың ғой. Мал жейтін шөп бар емес па? Содан жүрек жасадым ғой, дәу қылып. Жүрек жасадым. Ойым Нұргүл келген кезде жүрекке от тигізіп сезімімді айтам дедім ғой мен. Жанып тұрған жүректің қасында. Болды ол. Бір кезде Нұргүл қораның ішіне кіріп қалып, жүрекке от тигізіп лап ете қалды. Нұргүл жүректі көріп ана жанып тұрған. Я в шоке. Первый раз смотрела сердце на вожжгая. Мен айтам, Нұргүл, сен маған үйленсең, сен тұрмысқа шықсаң, саған талай нәрсені смотреть етемін аналарда деп. Жүрегіме қарап қойып, мәзбін істегеніме, ой, боже, бірдеңе деп. Нұргүл, мені көрдің ба, менің жүрегім дегенде саған осылай лаулап жанып тұр. Тұрмысқа шықмаған жаным. Мәңгі бақытты етем деп отсам, жүрегім бір кезде домалақ болып жанып отыр. Ана төрт бұрыш болып жанды ғой бір кезде. Бір кезде қора жанды ғой. Қораның ішіне мал кетті ғой өртеніп. Бүкіл ауыл су шашып, пожарный келіп, біреу топырақ шашып, ажиотаж болып кетті ана жерде. Сосын Нұргүлдің қасына бардым. Нұргүл дедім, мына артық қандай шоу керек, айналайын ау саған. Шапалақпен бетімен тартып жіберді анарда. Сол кезде түсіндім. Қорада ешқандай романтикам болмайды. Бітті. Звондасам алмайды, шақырсаң келмейді. Айырылдым дедім мен, болды, қарамайды. Бірақ соңғы вариант қалды да менде. Нұргүлді қаратып алатын. Әрі-бері істемей ақ қояйын, ұят болады қанат деп тоқтаттым. Бірақ сонда да жүрегім жібермеді ғой мен. Істе, алып ал өзіңе деп итеріп берді мені. Ол дуалап алу болды. Өйтпесем болмайтын болды. Там черный магия дейді. Сөйтіп суретін алдым да бір тәуіпке бардым. Аға, мына қызды маған дуалап беріңізші. Қарамай жүр маған деп. Оған да қыз қарамай жүр. Әкел 5 минутта артынан ертіп жіберейін деді да. Бүйтіп суретке қарады да, мені қамшымен ұрып үйінен қуып шықты ана жерде. Түсінбей қалдым, не болып қалды деп. Сөйтсем Нұргүлдің папасы тәуіп екен ғой, мен қайдан білейін оны. Өзі қыз дуалап берді жүр ғой мен. Ятай. Сол не керек, әйтеуір 6 ай жүгірдім. Мен бір қарағаным, байқағаным, бір адамның артынан жүгіре берсең, дос болып қалады екенсің. Сол артынан бір итті жүгіріп жүрсе де іздейсің ғой, жаңа итім қаяқтады деп. Нұргүл де сондай болып қалған ғой, қанат сен мен артынан жүгірші жүрдің, бір қызық емес маған біртүрлі. 3-4 ай болды, қуанып қалдым, беті бері қарады әйтеуір деп. Мүмкін қорасын салып алдым екен деп әйтеуір нарда. Не керек, әйтеуір Нұргүл екеуміз доспыз, бірақ қыз бен жігіт емес. Екеуміз доспыз, бірге қыдырамыз, кафеге барамыз, анда-санда звондап тұрады, мен оған звондаймын, маған единица салады, мен салмаймын. Сондай бір керемет. Жақсы дос болып жүрген екеуміз. Ол кезде мен Қызылордада политехникалық колледжде жылына 80 мың теңге төлеп платныйды оқимын. Ақылы оқу бөлімінде. Ақша төлеу керек болды. Таппай қалдым. 80 мың теңге ақша таппай қалдым. Сөйтіп досымнан сұрадым. Нұргүлден. Досым ғой мен. Енді Нұргүлдің маған қарағанда жағдай жақсы ғой деген, папасының тракторы бар, несі бар, әйтеуір шөптері бар. Нұргүлге айттым, досым маған 80 мың теңге береді, бір аптадан кейін әкеліп беремін дедім. Берді, оқу ақшасын төлеп тастадым. Өмір деген алма кезек екен ғой. Ана 80 мыңды қалай алдым, ол менің артымнан жүгірді ғой бір кезде. Қалай дедім екен. Қалай деймін да? Менімен кездеспей қоятын еді ғой. Мен вообще көзіне көрінбей қойдым ана.
не деген сезім дейін да сот арқылы іздеді ғой мені. Көшеден көріп қалса 80 деп жүгіреді, атым өзгеріп кеткен уже. Өлең оқыды ғой менің алдыма келіп. Қараш, билет, ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын сол аман ба? Қарызымды ертерек берсе екен, одан кейін жоламаймын бұл адамға. Әйтеуір не керек? Құдай қалап, Нұргүлге 80 мың керек, маған Нұргүл керек болып, екеуміз үйлендік. Шаңырақ көтеріп той жасадық. Кәдімгі құда түсіп бардық біз. Қалың малға 100 мың апардым. Осы бас аяқ 20 мыңға түсті ғой маған. Маған әлі айтады, сен банктың істемеген істедің ғой дейді. 80% деген қадалып қалды ғой 80 мыңға. 20 мың үстіне қосып апарып бере салдым болды сен. Керемет шаңырақпыз. Бүкіл тапқан табысым бәрін осы отбасын, әйелім ғой деп осыған апарып берейінші. Бүкіл табысым соған апарып берем. 200 мың болсын, 300 мың болсын, бәрін соған апарып берем. Сонда да 80 мың теңгесін сұрайды ғой менен. Жүрегінде қалып қойған қаптен. Өткенде 500 мың теңге апарып берсем, маған айтады, өткенде 80 мыңды қашан бересің дейді. Мә, 420 мыңға келді деп ойлайсың осы шоу деп. Құрметті жігіттер, мен сіздерге айтайын, өмірде мамандық таңдаудан қателеспеңіздер. Сіздердің таңдаған мамандықтарыңыз, ол сіздердің өмір бойы жейтін нандарыңыз. Жар таңдаудан қателеспеңіздер. Ол отбасының анасы, балаларыңыздың анасы. Отбасының ұйытқысы. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, қыз келіншектеріміз аман болсын. Мерекелеріңізбен.